сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде дүниежүзі тарих пәні сыныбы 6 сынып бөлімі Рим империясының құлауы. Сабақтың тақырыбы неліктен Батыс Рим империясы құлады? Әзірлеуші Ержанова Жазира Алтынбаевна, тарих пәнінің мұғалімі Байзақ Ермекбаев атындағы номер 271 орта мектеп, Қызылорда қаласы. Бүгінгі сабақта Рим империясының ыдырау себептерін анықтап жіктейміз. Халықтардың ұлы қоныс аударуы. Орта ғасырлар 5 ғасыр аяғы мен 17 ғасырдың ортасы аралығын қамтиды. Ол Батыс Рим империясының құлдырауымен байланысты. Рим империясы 2 ғасырда күшейіп, Еуропа және жерорта теңізі аумағының көп бөлігіне иеленді. 5 ғасырда Батыс Рим империясы бірқатар саяси, әлеуметтік, экономикалық және мәдени себептерге мемлекет ретінде өмір сүруін тоқтатты. Патша тағының күресіне байланысты империя басшылығында тұрақтылық болмады. 4-6 ғасырда варвар тайпалары Рим империясының құлатқан кезең, Еуропа тарихында халықтардың ұлы қоныс аудару заманы ретінде енді. Аталған тарихи кезеңде бүкіл Еуразияны қамтыған және оның саяси, этникалық мәдени бейнесін өзгерткен процестер оның шарықтау шегіне жетті. Осы тарихи процестер нәтижесінде антика заманынан келе жатқан өркениеттің күйреп, феодалдық қатынастарын орныға бастаған дәуірі еді. Рим империясының әлеуметтік, экономикалық, мәдени және саяси әлсіреуі. Билік әлсіреп, беделі жоқ императорлар жиі ауысты, ал 375 жылы ғұндар шығыс Еуропаға басып кірді. Олар герман тайпаларына қысым көрсетіп, оларды Рим империясының аумағына қоныс аударуға мәжбүрледі. Герман тайпалары шабуыл жасап, Римді тонай бастады. Не үшін варвар тайпалары Рим империясының аумақтарына басып кірді? Орталық шығыс Еуропа ішінде үлкен өзгерістер болды. Өйткені варварлы халықтар күшті миграциялық қозғалыстарға ұшырады. Бұл қоғамдастықтың көрнекті тобы Риммен орнатылған тепе-теңдіктер мен келіссөздерді өзгерткісі келгендігінде еді. Сонымен қатар, римдіктерде көптеген тайпалар қалаған белгілі бір жайлылықтар, жағдайлар мен байлықтар болған. Варварлық шабуыл нәтижесінде Батыс Рим империясын аяқтаған өнеркәсіп пен сауданың сал ауруы болды. Империяның күйреуімен бірге ежелгі және дамыған өркениет аяқталып, өз кезегінде орта ғасырлар деп аталатын тарихи кезең басталды. 1-2 ғасырларында Рим империясы өзінің даму шыңына шықты. Сол тұста құл иеленушілік құрылыста ең жоғарғы сатысына көтерілді. Алайда біздің заманымыздың 2 ғасырының аяғына бастап экономикада үлкен қиыншылықтар орын алды. Құлдар мен колондар қатты қиналды. Зорлық-зомбылық олардың еңбекке деген ынтасын жойды. Жұқпалы аурулар кеңінен тарап, оларды жаппай өлімге алып келіп соқты. Еркін шаруалар жұтады. Құлдар мен колондардың жалпы саны қысқарды. Орасан көп жерлер өңделмей қалды. Батпақты жерлер ұлғайды. Жыртатын жерлерді орман басты. Қол өнершілер шеберханаларын тастап, ірі иеліктерге кетті. Кен өндіру мен сауда қысқарды. Біздің заманымыздың 3 ғасырда ақша айналысында құнды металдар тым азайып кетті. Бай адамдар алтын күмістерден құпия ұстады. Біздің заманымыздың 4 ғасырының аяғынан бастап 6 ғасырға дейін болған варвар тайпаларын ілгері жылжуы бұрын болған қоныс аударулардан өзінің аумағы жағынан да, сипаты жағынан да өзгеше болды. Бұл қоныс аударуға варвар тайпаларының көпшілігі қатысты. Олар Еуропаның территориясымен мыңдаған километр ілгері жылжыды. Варварлар Рим мемлекетінің шекаралық аймақтарына шабуыл жасаумен қойған жоқ. Сонымен бірге империяның ішкі аудандарына да басып кірді. Өндірістің құл иеленушілік тәсілінің тереңдей түскен дағдарысы жағдайында бұқара халықтың да өздерін езушілерге үздіксіз күресінен, әлеуметтік қайшылықтардан әлсіреген Рим империясы жаулап алушыларға нәтижесі қарсылық көрсетерлік емес еді. Рим құл иеленушілік мемлекеттік азапты қысымына ұшырап отырған езілуші таптар, құлдар, колондар, зорлық көруші шаруалар варварларға әріп түрлі формада тірек бола білді. Батыс Рим империясы 5 ғасырдың соңында құлады. Рим құл иеленушілік қоғамы құлдар мен колондардың жаппай қозғалысы мен варвар герман тайпаларының шапқыншылығынан құлаған болатын. Азамат баласы тарихындағы алғашқы үлкен тарихи кезең ежелгі дәуір сипаты.
осылай аяқталып, орта ғасыр тарихы басталған болатын. Орта ғасырда ерте дәуірдегідей құл иеленуші қоғам құрылысы емес, феодалдық басыбайлық қоғам құрылысы билік басына келді. Рим империясының құлау себептері. 5 ғасырдың аяғында Батыс Рим империясы бірнеше себептерге байланысты құлады. Яғни атап айтатын болсақ, біріншіден саяси тұрақсыздық, экономикалық дағдарыс, герман тайпаларының шабуылы, құлдардың еңбек өнімділігінің төмендеуі, халық наразылығы және діннің таралуы. Батыс Рим империясы 476 жыл мемлекет ретінде өмір сүруін тоқтатты. Батыс Рим империясының орнына барбар мемлекеттер келіп, орта ғасыр дәуірі басталды. Батыс Рим империясы өмір сүру кезеңінің аяғында Равеннаның тікелей бақылауында Италия аралдарсыз Иллирияның теңіз жағалауын, Реция және Норик аудандарының кейбір жерлері бір-бірінен бөлек орналасқан. Галлияның 3 облысы Прованс, Оврен және Луара, Сома және Ла-Манш орта ағысындағы жерлер, Мавританияның шеткері жағы, оңтүстік-шығыс Испанияның кейбір жерлері. Орталық үкімет алыстығы провинцияларды басқаруға дәрменсіз болды. Басқару жүйелерін жергілікті үкіметіне жүктеді. Бұған дәлел 408 жылы Рим легиондары кеткеннен кейінгі Британия тарихы болатын. 4 ғасырдың соңында Рим империясы мен варварлардың ара қатынасы аса шиеленіскен болды. Империяның әлсіреуі варвар тайпаларына оның шекарасынан өтіп жерлерін жаулап алуға жағдай туғызды. Империя біраз уақыт өз қатарында одақтас федераттар ретінде қызмет ететін сол варварлардың көмегімен қарсы тұрып бақты. Бірақ федераттар варвар жағына оңай шығып кетіп отырды. Немесе империя оларға жаңа жағдайлар жасап беруге тиіс болды. Варварлар корольдіктердің кейінгі тарихы Шығыс Рим императоры 1 Юстинианның шаруашылық саясатымен байланысты. Солтүстік Африка мен Италиядан басқа ол 551 жылы әлсіреген вестоктардың оңтүстік Испанияның Картахен, Кордова, Малага тағы да басқа қалаларын тартып алды. Бірақ Византия бұл жетістікті өзінің әрі жалғастыра алмады. 568 жылы аварлардың қысымымен Апеннин түбегінде лангобардтар басып енді. Санаулы ғана жылдарда олар солтүстік және оңтүстік Италияның үлкен бөлігін иемденді. Осыдан кейін Константинополь империя территориясын кеңейту пиғылынан арылып қорғанысқа көшеді. 1 Юстиниан билік құрған кезде христиан діні үстем жағдайға ие болып қана қойған жоқ, ол бірден-бір мемлекеттік дін деп жарияланды. Христиан шіркеуі императорлардың одақтасына мемлекеттік тірегіне айналды. Империя ынтымағын нығайтқан саяси билік пен дін бірлігінің нышаны ретінде 1 Юстиниан 532-537 жылдары Константинопольде Әулие София соборын салғызды. 6 ғасырдың аяғынан бастап Византия шіркеуінің ең жоғарғы басшысы Константинополь патриархы болды. Императорлар шіркеулерге жер бөліп беріп отырды. Оларды салықтан босатты. Шығыс Рим империясының батыстан бір ерекшелігі Византия халықтарының бәріне бірдей ортақ әрі міндетті заңдар мен құқықтар негізінде өмір сүру болды. 1 Юстиниан билігі кезінде жазылған азаматтық құқықтар жинағы византиялық заң шығарушылық ой-пікірдің жетістігі. Ол заңдар императордың шексіз билігін, құл иеленушілік құрылысты нығайтуды, меншік құқығын қорғауды көздеді. 1 Юстиниан 534 жылы солтүстік Африкадағы вандалдар корольдігін талқандады. 535-555 жылдары Италияны остоктардан тазартты. Испания үшін вестоктармен шайқасты. 540-562 жылдар аралығында Иранмен соғысты. 8 ғасырдың аяғында Византияға солтүстіктен славян тайпалары үлкен қауіп төндірді. 988 жылы Киев Русы Византиядан христиан дінін қабылдады. Тек осы кезден кейін ғана екі елдің арасында достық қатынастар болды. Сондай-ақ Византия түрік қағанатымен қарым-қатынас жасаған сәтті келіссөздер жүргізді. Жақсы оқушылар, олай болса біз барлығы түсінікті болса, енді тапсырмаға көшелік. Бұл тапсырма бізде ой қорыту әдісі деп аталады. Яғни, осы тапсырма арқылы
римдіктер мен варварлар арасындағы нәзік байланыс тақырыбында бір 4-5 сөйлем жазып көрелік. Олай болса барлығымыз орындадық, жарайсыңдар балалар. Келесі бізде енді осы қандай нәзік байланыс болғандығын біз 4-5 сөйлеммен айтып көрейікші. Римдіктер мен варварлар арасындағы нәзік байланыс, варварлық шабуылдардың сәтті болуының бір себебі римдік легиондар. Құрамда варварлардың көп болуына байланысты болды. Империя әскерлерінде Рим үшін шайқасуға мәжбүр болған франктер, готтар, немістер мен кельттер топтарын табуға болады. Бұл көші-қон күштеріне қарсы тұру кезінде әскери анархияны күшейтті. Римдіктердің латифундистік жүйесі легионда жаулап алған аймақтарға наразылық туғызды. Тәркіленген тайпалардың өкілдері Рим басшыларына алым төлеу керек болды. Бұл мәдени қанағаттанбаушылық империяның құлдырауына айтарлықтай ықпал етті. Жарайсыңдар. Олай болса, кері байланыс. Білемін, білдім, білгім келеді. Кәнекей. Тамаша оқушылар, өз ойларыңызды кері байланысты түсірген екенсіздер, жарайсыздар. Бүгінгі сабақ өз мәресіне жетті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.